Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Дәметкен. Бүгін өте тәтті, жылдам дайындалатын восточный пирог рецептісімен бөлісемін. Менің арнамда восточный пирогтың екі түрлі жасалу әдісі бар. Осы видеоның астында описание немесе комментарий бөлімінде сілтемесін қалдырып кетемін. Каналыма лайк басып, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Пирогты дайындауын бастаймыз. Ыдысымызға бөлме температурасындағы 170 грамм сары майды саламыз. Үстінен 50 грамм қант, бір жұмыртқаны қосып, венчикпен немесе миксермен араластырамыз. Мінеке осындай бір келкі масы болуы керек. Енді 250 грамм ұнға бір шай қасық қопсытқышты салып араластырамыз. Масының үстіне ұнды електен өткіземіз. Ас қасықпен араластырып, қолымызбен қамыр елейміз. Осындай қамыр болып шығады. Кейін форманы алып, сары маймен майлаймыз. Менің форманың диаметрі 26 сантиметр. Формаға қамырды салып, қолымызбен жайып, тегістеп бортиктерді істейміз. Астыңғы қамырын жұқа етіп жаймаңыз. Өйткені пирогты кескен уақытында ол бізде шашылып кетуі мүмкін. Лопатканың көмегімен видеодағыдай бортик жақтарын дұрыстап аламыз. Әрі қарай салмасын дайындаймыз. Тақтайшада грек жаңғағын, черносливті турап, бадам жаңғағын майдалап турайтын боламыз. Бадам жаңғағын қосу міндетті емес, оның орнына изюм, курага қоссаңыз болады. Формаға грек жаңғағын, чернослив және бадам жаңғағын саламыз. Үстінен сгущенканы құямыз. Қою сгущенканы қолдануға кеңес беремін. Бетін тегістеп, лопаткамен тағы да бортиктерін дұрыстаймыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке 25-30 минутқа пісіруге қоямыз. Пештің градусын өздеріңіздің пештеріңізге лайықтап қоясыздар. Мінеке біздің пирогымыз пісіп шықты. Пирог толығымен суығаннан кейін формадан шығаратын боламыз. Өте тәтті восточный пирогымыз дайын болды. Ас болсын. Видео рецепт ұнаған болса, арнама лайк басып, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Сіздермен бірге болған Дәметкен.